Ассаляму алейкум, урметли сәрджелер, бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін мартның 21-і жұмақшымы күні. Улы мутефеккеріміз Исмаил Гаспринскийнің доғанындан 168 ел тола. Бүгін Қырым татар ве бутун түрки милләтлер Исмаил Гаспринскийні анмақталар. Қырым ватанында неже слятлар кечерген ве Қырым татар милләтінің мариф системасыны дынаштырген инсан. Тәфсилатлыджа Имран Усиновның левхасында. Мартның 21-де 1851 сенесі Қырым татар марифчысы мутефеккер ве бутун турки дүнияда белі олған ислиятчы Исмаил Гаспралы доғды. Оның мариф қабилеті дабалықтан белі еді. 16 яшындан башлап медреседе дерслер береді. 1871 сенесі Гаспринский оқып сиятын ачыға илк Эвеля Френкистан Сорбонасында дерслерге қатнай. Соңра Испания, Австрия, Джезайыр, Мысыр, Юнанистан ве сонки ноқта Истанбул. Қырымға қайтқан сон оны Бақчысарай шерінің башы оларақ сайлайлар. Шу вақытта Терджиман газетасының нешірі башлана. Исмаил Гаспралы оз оқып услубиетіні ярата ве Бақчысарай мектебінде оны сынап бақа. Умыр бойынша Гаспринский чоқ халқара онванларға еріше. Терджиман газетасы бутун турки дүнияда белі ола. Авропадан Шарқи Түркистанға қадар. Қырым татар медениетіні, тіліні ве мариф системасыны ислиат ете. 1914 сенесі вефат ете. Жеседі зынжырлы медресе азбарында көміле. Совет девірінде Исмаил Гаспринскийнің ады ұнытыла. Қырым нехіл тереклері йоқ ола біле, тропики тереклеріні нехіл көбелегі ашай. Боқта Қырым татарлар аққында Краймиантатор сайты хабер етмекті. Шымдылік мутехасыслар зиянкар елі насыл етіп көрешмек керек олғанына огренмеділер. Шын үшін хаста тереклер кесілмек зорында қала тахминлерге көре Қырымға нехіл көбелегі Сочиден кетірілді, анда есе зиянкар Африкадан кетірілген нехіл тереклері сачылғанда тұшты. Екі ел ішінде эпосы олып ярымадада 40-тан зиеді хаста терек кесілді. Ялтада есе бір аллея жоқ етілді, тек бір қач терек қалды. Бұл меселені Никита Небатат бақчасы мутехасыслары өзіне алды. У нас, начиная с 15-го года... Эвельманда олмаған зиянкерлар Фиделер Русияден мисал оларақ Сочиден кетіріліп башланған сон пейдаулы башлады. Бұл 2015 сенесінден башлап. Мисал оларақ Самшит Агновкасы Сочиде Олимпиададан сон пейдаулды. Мұнда бұл зиянкерлар үшін таби душманлар жоқ. Бұл есе Русияден кетірілген Керич боғазы тарафындан зиянкердір. Русия прокурорлары Украин саяси мобюсы Павло Гриб 6 елға махкюм етілгенін істей. Русияде она қарашы террорчылық ақында сақты дава ачылды. Ростов-на-Дону махкемесінде саяси мобюсының давасы мевзусында мұнақашалар кешірілмекті. Громадский хабер еткеніне көре Павло ярамады, сыджағы көтерілді, ажеле тибби ярдым чағарылды. Кемлер оны хастаханеге еткізажақ олды, ама махкемеде изін бермедеве отырушның бақа күнге авыштырылды. Аққында мұражатны рет. Әтті 20 яшлы Украин она керекли тибби ярдым көстерелмемегені білдірді. Русия прокурорлары тарафындан психологик басқы япылғанына шикает етті. Бұл сабатығы тевқиқфанесінде айры одасына чықартылдым. Анда бір шей жоқ, сізде қапаттылар. Бұны весиқаларымы бақмақ мақсадынен япалар. Мақсус адамлар бар, аселет чықардылар. Менде анда бір шей жоқ еді. Ариза метинны сон кисёс. Мен әршей яқшылы жақ деп үміт етем. Украин Павло Гриб Русияның махсус хызметлері тарафында 2017 сенесі Беларусь Жумхуриятында тутуп есіретілді, анда оқы зілі көрішмек кеткен еді. Русия кемиеті Павлоны террорчылықта қабатлав тарафына көре Павел Гриб санки Сочиде яшаған Русиялы Татьяна Йоршеваны патлайджы мадде азырлап, мектепте патлатмаға қандырайды. О Краснодар тақиқат тевқифханесінде тутула Павло бутюн вақыт иляж ичмек керек. Инсан ақлары Авропа махкемесі Русияден оның Украина кемлеріне көстірілмесіні талап еті. Украина президенті сайлавларына 30 миллиондан зияды бюллетень бастыралacak. Ал азырда сымарашның 90%-ден зиядысы азар. Бұтынле бюллетенлер басылуы мартның 24-інде екінленмек керек. Боқта полиграф комбинат ребері білдірді.
Умомен бюллетенлер için 166 миллион гривна масраф етілежек, bu 6 миллион доллардан зияды. Весиқада 39 намзет аққында малюмат. Меркези сайлав комиссиясы bu бюллетень президент сайлавларының бүтін тарихында ән ұзын олғанына қайдетті. Кенлігі 20 сантиметр, ұзынлығы 80. Сегодня йде друг. Бүгін ялыныз мартын 31-нде олажақ сайлавлар үшін бастырамыз. Девлет шеркеті үшін ішнің көлемі пек балабан. Қиынлық шында ки бюллетень пек ұзын. Егер эпесі бюллетенлеріні бір сыраға қойсақ, 24.354 километр ұзынлығы олажақ. Бұл Киевден Уругвайның пайтақты Монтевидеога қадар кебі месафе. Мейданлығы есе 5 километр квадрат. Бұл 70 футбол мейданлары кебі. Для друку выборчих бюллетенів. Сайлав бюллетенлері үшін 434 тонна кяхыт іштетілдік. Оларны нақыл етмек үшін 50 юк машинасы керек олажақ. Бюллетенлерінің 10 қат қорывы бар. Олардың арасында су фишареті микрометин сайлавлар 2019. Украинада Европада ишбірлік веттелекусызлік тәшкілаты мақсус көзетув миссиясының рейс вазифесіне Түркия дипломаты Халид Чевик тайын етілді. 2012 сенесінден 2016 сенесіне қадар о Бірлешкен Милләтләр тәшкілатында Түркияның даими темсілжісі еді. Түркия тышқы ішлер нәзірлігі білдіргеніне көре бұл вазифе үшін ярышта 6 намзет иштирак етті. Ал азырда миссияның рейсі 2014 сенесі апрелінің 2-сінде тайын етілген Түркия дипломаты Эртурул Апакан оның селехеті 2 аптадан сон беті. Украина анянелері әдетлері ве мерасимлері. Украина медениет назерлігі ве Google шіркеті бірлікті аутентик Украина лейхасыны фалиет кекечері. Веб-ресурс әке елдевамында азырланылды, анда бұтын дүния қоланыджилары мемлекет бөлгелерінің медени мерасы еле таныштырыла. Шу жүмледен ЮНЕСКО жедвелендекі келселер ақында тариф етілі. Ачық авадаки музейлер мади олмаған асабалық ақында мисал оларақ аняневей унерлер. Bunun ile virtual siyatlар uçde şekilinde resimler davuşlu ve video malumatlar. Leyhanın maksadı Ukrayna'nın medeni ve tarihi mirasının meşhur etülüvü. Malumat Ukrayna ve İngiliz tillerinde. Киев-Рус транслитерациясы яране Украинже Киев, Бухарест мили ава лиманы Украина пайтақты адының язылышыны түзетті. Бұның еледінішмелер Ататюрк адына Истанбул ава лиманның малюмат таблосына да көрсетілді. Украина тышқы ешлер назерлігі матбуат қызметі хабер еткеніне көре учаклар учып келе ве кетті Киевге. 2018 сенесі октябрь айында Украина тышқы ешлер назерлігі Correct.ua хэштег еле жанлы кампанияны башлады. Олар четел күтлеви хабер васталарына ве шirketlерге шәрінің доғыру язывыны Киевге денаштармегери жанин мұраджат етелер. Бұл вақыт ішінде бір чоқ шirket Украин пайтақтының адыны доғыру язы башлады, шу жүмледен Кыбрыс, Копенгаген, Будапешт, Гданск, Вильнюс ава лиманлары. Афганистанның пайтақты Кабул шерінде патлав нәтижесінде 6 адам әлек олды. 20 учу яраланды. Мемлекетті бар келмесіне ве елбашы Навруз байрамы кешірілмекті. Патлавлар олған ерлерде нақлият әрекеті тоқтатылды, бұақта Мали үкімет білдірмекті. Қаза тәфсилатлары шымдылық белді дегіл, ама ерлі хабер васталары хабер еткеніне көре атеш ракеты селесіндан еді. Ич бір террористик тәшкілат патлав үшін месулиетні озуне алмады. Бүгінден баста рус ишгалжилері атеш тоқтату режимына екі кере бозды. Екі кере мина топлары қоланылды. Бұақта Украина Мудафа назерлігінің спикері Александр Матузянық хабер етті. Атеш астында Луганск вилиетінің хутор Вильны ве Золоте Дорт қасабалары қалды. Украина аскерлері арасында әлі қолған яда яраланғанлар йоқ. Истихбаратның мәліматына көре, ишгалжилер мартның 31-нде Украина тарафдарлары олған Донецк сәкенлері сайлавларда иштирак etmesinler деп, elinden kelgenini yapalар.
зокрема з громадянами. Шу жүмледен Украин тарафдарлығында шүбелі олғанлар или ишгалжілер профилактик сүбетлер кечірмекте. Киев эдересастындaki топраклаға бақмақтан вазгечмек тәвсие етелер. Кирув чехув ноқталарда әнді незарет етув арттырылды. Бұғын иле Русия пропагандачылары мартның 31-де құтлеви митинлер кешірежек ола. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымыз еді дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенже.